Сәлеметсіздер ме оқушы? Бүгінгі сабақта үлес тақырыбында. Бірінші есеп сағаттың әрбір цифры беті қанша бірдей бөліктерге бөлінген, әр бөлікке қанша минут барын есепте дейді. Яғни қарап тұрсаңыздар, бірінші есеп көкпен сызылып тұр, екі бөлікке бөлінген. Мұнда мен біріншін мұнда жазайын. Яғни бізде екі бөлікке бөлінген. Енді біз білеміз, бір сағатта 60 минут бар болғаннан кейін біз үлестерге бөлу үшін 60 минутпен жұмыс жасаймыз. Сонда 60 минутты екіге бөлетін болсақ, 30 минут бар деп жауап береміз. Екіншісінде бізде мынау 4-ке бөлінген сағат. 4 бөлікке бөлінген деп жауап береміз. Яғни 60-ты 4-ке бөлсек, бізде 15 минут, әр бөлікте сонда 15 минуттан бар деген сөз. Рас қой, мына жер 15 минут, 15 минут, 15 минут, 15 минут. Мына жерде жарты сағаттан, яғни 30 минут, 30 минут. Үшінші бізде сағат тіліміз 3 бөлікке бөлінген. Яғни 3 бөлікке бөлінген. 60 минутты 3-ке бөлетін болсақ, бізде 20 минуттан тиіп тұр. Яғни әр бөлікте 20 минуттан бар. Сол сияқты бізде төртіншісі сағат тіліміз 6-ға бөлінген екен. Яғни төртінші 6 бөлікке бөлінген. Сонда 60-ты 6-ға бөлсең, әр бөлігі 10 минуттан екен. Жақсы балдар. Екінші есепте Әлия уақытты әртүрлі айтуға көмектес дейді Әлияға. Пікірлерді толықтыр дейді. Яғни бірінші есепте 6 сағат 15 минут немесе 6-дан 15 минут кетті деп айтуға болады. 5,5 жарты деген сөз 30 минутты білдіреді. Сол себептен 5-тен 30 минут дегенді білдіреді. Келесі 3 сағат 45 минут немесе 4-ке 15 минут қалды деп жауап берсек те болады. Жақсы. Келесі есеп, үшінші есеп. Суретке қара, дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айт. Яғни бірінші есепте 4 бөлікке бөлінген, соның бір бөлігі боялған. Сонда 4-тен бір бөлігі деп оқимыз. Келесі бізде шеңберіміз 3 бөлікке бөлінген, 3 бөліктің қызыл бір бөлігі боялған. 3-тен 1. Келесі есепте 9 бөлікке бөлініп, 9-дан бір бөлігі боялған. Келесі есеп 8 бөлікке бөлініп, сол бөлінген бөлік астына, боялған бөлік үстіне жазылады. Сонда 8-ден 1 деп жауап береміз. Есепте суретке қара, жолақшылардың қандай бөлігі боялмаған жаз дейді. Мен мына жерді 1 деп қояйын, мұнда жазайын. Бірінші есеп 2 бөліктің бір бөлігі боялмаған деп жауап береміз. Екінші есепте 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген. Екіншісін бет жазайын. 2 дейінде 4 бөлікке боялған, соның біреуі боялмаған, ақпен тұрған боялмаған білдіріп тұр. Үшінші есеп, 3-ті мұнда жазайын. Сармен белгіленген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлікке бөлінген. 8 бөліктің ақпен тұрған бір бөлігі ғана боялмаған деп жауап береміз. Төртінші есеп 1, 2, 3 бөлікке бөлінген. 3-тен бір бөлігі боялмаған. Төртінші. Бесінші көкпен салынған, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген. Бесіншісі 6 бөліктің біреуі ақ болып тұр, боялмаған. Алтыншысы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бөлікке бөлінген. 12 бөліктің біреуі боялмаған деп жауап береміз, әрі осылай жазамыз. Жақсы. Төртінші, қағаздан 1-3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы біріншісіне 1-2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөл. Міне өзі көрсетіліп тұр, бөлініп. Бір үлестен боя. Бір үлес деген сол бір бөліктерін боя деп тұр ғой. Міне, мен шамамен былай бөліп шығайын. Үшеуінде бір бөліктерін бояйым. Енді үлестерді салыстыру нәтижесін жаз, ең үлкен және ең кіші үлестерін ата. Мына есептерде 2-ге бөлінген, 2-ден бір бөлігі боялған. Мына 4-ке бөлінген, 4-тен бір бөлігі боялған. Мына жерім менің 8-ге бөлінген, 8-де бір бөлігі боялған. Енді үлестерді салыстырамыз. Бірінші, 2-ден бір көп пе, 4-тен бір көп пе? Яғни былай елестетеміз. Бір тортты
қақ ортасынан бөліп жеген көп түсе ма, әлде 4-тен 1-і көп түсе ма? Әрине 4-тің жартысы көп болады деген сөз. 2-ден 1 ол жарты деген сөз білдіреді. Екінші бізде сол 4-тен 1-ді 8-ден 1-ге салыстырам. Яғни бұлай мысал келтірсең болады. Қарапайым алманы 4 бөліктің біреуін жегеннен тоясың ба, әлде 8 бөлікке бөліп біреуін жегеннен тоясың ба? Әрине 4-тен 1 бөлігі көп болып есептелінеді. Үшінші бізде соңғы 2-ден 1 мен 8-ден 1 салыстырайық. Әрине жарты деген көп деген сөз білдіреді. Ең үлкен үлес бізде 2-ден 1, ең кіші үлес ол бізде 8-ден 1. Жақсы балдар. Келесі есепте 8-ші есепті шығар дейді. Есебінде бір тетік жасау үшін шебер 9 минут жұмсады. Осындай 6 тетік жасау үшін оған қанша минут уақыт қажет? 9 тетік жасау үшін ше? Бір тетік үшін 9 минут жұмсалса, әр тетікке сонда 9 минуттан жұмсалады. 6-ға 9 көбейтіп 54. Яғни 6 тетік үшін 54 минут жұмсалады. 9 көбейту 9, яғни 9 тетіктің әрқайсысы 9 минуттан жасалса 81 минут қажет болады. Болды, есеп шықты. Есебінде анам көже пісіру үшін 45 минут, ал бәліш дайындауға одан 20 минут артық уақыт жұмсады. Анам тағам дайындау үшін барлығы қанша уақыт жұмсады? Есептің жауабын сағат және минутпен өрнекте. Жалпы көшеге 45 минут, бәлішке одан 20 минут артық болса, онда 65 минут болатын белгілі. Бізде барлығын сұрап тұр. Барлығын табу үшін көже мен бәлішке кеткен уақытты қосамыз, 110 минут. Енді 110 минутты бізде сағат пен минутқа айналдыр дейді. 60 пен 50-дің қосындысы болған екен, 1 сағат 50 минут деп жазып қоямыз. Жақсы. Келесі есепте бізде балдар аралары қанша минут деген. Бірінші есепте 8,5 мен 9-да 15 минут қалғанда дейді. Яғни оны былай жазам, 8,5 9-ға 15 минут, яғни 8-ден 45 минут арасында 15 минут бар екен. Екінші есепте 5,5 мен 6-дан 15 минут кеткенде 5,5, 5,30, 6-дан 15 минут арасында бізде 6-ға шейін жарты сағат бар, арғали 15, 45 минут бар. Келесі есеп 7,15, 7,30 дейді. 7-ден 15 минут кеткен уақытпен 7,5 деген сөз. Яғни арада бізде 15 минут уақыт бар. В есебінде 9-дан 15 минут кеткен уақытпен сағат 10-да. 9-дан 15 минутпен сағат 10 деген сөз. Мына жерде басылмай қапты. Онда бізде арада 45 минут бар деген сөз. Келесі г-есі 3-ден 15 минут кеткен мен сағат 4-те дейді, 4:00. Демек, арада тағы да 45 минут бар екен. 45 минут бар. Д есепте сағат 12 мен 12-ден 15 минут кеткенде арада 15 минут бар. Жақсы балдар. 7-ші есепте көбейту кестесі 7-ші 36-ны 4-ке бөлетін 36-ны 9-ға бөлсек 4 болады, 42-ні 7-ге бөлсек 6 болады, 9-ға 9 көбейтсек 81 болады, 4 жердегі 7 28 болады, 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады, 63-ті 9-ға бөлсек 7 болады, 42-ні 8-ге бөлсек 9, 24-ті 6-ға бөлсек 4 болады. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады, 49 7-ге бөлсек 7 болады, 32-ні 8-ге бөлсек 4 болады, 42-ні 6-ға бөлсең 7 болады. Жақсы. Яғни келесі есепте 8-ші өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Яғни мен бұл жерде есептерді шығару баған түрінде шығарып көрсеттім. Осыған қарап есептеріңізді өздеріңіз баған түрінде шығарып, дұрыстығын тексерсеңіздер болады. Жақсы.
9-шы есеп: Мирастың сағаты 15 минут артта қалып қойды. Егер Мирас сағатының тілі суреттегідей орналасқан болса, дұрыс жүретін сағат қандай уақыт көрсетеді? Яғни А есебінде 15 минут артта қалып қойған десе, демек, мына есебін таңда болатын болса, таңғы сағат 30 минут болады. Ал обедкі болса 13:30 деп жауап береміз. А есебінде сағатымыз 4-ке 15 минут бар. Яғни 15 минут артта қалып қойған болса, таңғы сағат 4:00 болады, немесе кешкі сағат 16:00 болады. Б есебінде сағат 8-ден 5 кетті. Яғни кешкі сағат 8-ден 20 кетті деген сөз, немесе таңғы кешке 20:20 деп жауап береміз. В есебінде 6-ға 10 минут қалды, 15 минут қалық болса, демек таңғы 6:05 деп жауап бересің, немесе кешкі сағат 18:05 болады. Сол сияқты Г есебінде 7:30 болып тұр. Бізде сағатымыз таңғы сағат 7:45 болуы мүмкін, немесе кешкі 19:45 болады. Жақсы балдар, зейіндерің ашылсын. 10-шы есепте түрлі түсті қағаздан 2 бірдей шаршы дайында. Оларды бүктеу арқылы бірдей бөліктерге, 2, 4, 8 бөліктерге бүктеу сызығы бойынша қиюы өнер құрастыр. Мен сіздерге сол шаршының бөлу жолын көрсетем, қалған өздеріңіз шығарыңыздар. Мысалға, 2 бөлікке бөл дейтін болса, мына нені 2 бөлікке бөлуге болады. Немесе 4 бөлікке, өзі суретте көрсетіліп тұр. 4 бөлікке бөлесіздер бірдей, немесе 8 бөлікке бөлуге болады. 1, 2. Яғни төбеде мына есепте біріншісінде 2 бөлікке, 4 бөлікке, 8 бөлікке бөлінді. Өздеріңіз қырқып, әртүрлі мынандай оюлар құрастырсаңыздар болады. Жақсы балдар, зейіндеріңіз ашылсын. Келесі сабаққа тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.